Армысыздар, сіздермен бірге сіз білесіз бе дары. Тосу және күту сөздері. Тосу сөзін тек балам тосқан кезде ғана қолданамыз, басқа контекстте қолдану дұрыс емес. Басқа жағдайдың бәрінде күтуді қолданамыз. Әрине, бұл қате. Себебі, тосу және күту сөздерін орнымен қолдану үшін уақытқа, өлшемге, кеңістікке қарауымыз керек. Әр етістіктің өзінің өлшемі бар секілді, бұл екі етістіктің де өлшемдері әртүрлі. Күту уақыт өлшеміндегі етістік. Өмір бойы күттім, 2 күн күттім. Бұл жерде физикалық әрекетте жоқ. Адам басқа біреуді күтіп жүріп, басқаша әрекеттер де істей алады. Бексұлтан Нұржекеұлының «Күтумен кешкен ғұмыр» атты романы бар. Оны тосу деп ауыстыра алмайсың. Ал тосу кеңістік өлшемі бар әрекет. Әлденені тосып тұрып, басқа тірлікті істей алмайсың. Мысалы, сен менің есіктің аузында күте тұр. Әрине, бұл қате болады. Дұрысы, сен мені есіктің алдында тоса тұр. Нұрғиса Тілендиевтің «Сағындым ғой» әніне жазылған Тұманбай Молдағалиевтің «Жол тосып елеңдеймін жолын, жол күтіп елеңдеймін» деп ауыстыру өзің білмеу, білгеннің сөзін бұрмалау. Жолды әсте күтуге болмайды. Біреудің лақтырған добын тосамыз, және де автобусты аялдамада күтпейміз, тосамыз. Осымен сіз білесіз бе дары тәмам. Назарларыңызға рахмет.